Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен дәмі өте керемет болып шығатын сосискалы булочка дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге бұл сосискалы булочканы дайындау үшін мына заттар қажет болады. 300 мл сүт, ыстықтау болғаны жақсы. 1 ас қасық құмшекер, 500 грамм ұн, 1,5 шай қасық дрожж, 1 шай қасық тұз және 35 грамм сары май қажет болады. 1 жұмыртқа. Алдымен сүтіміздің үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң тұзды қосамыз. Ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді 1 жұмыртқамыздың ағын қосып, сарысын бетіне жағуға алып қаламыз. Енді ашытқымызды қосамыз. Сүтімізді ыстықтау қылғанымыз дұрыс болады. Енді 500 грамм ұнымыздың үстіне осы сұйықтығымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Сары майды қамырымыздың басы бірге бастаған кезде қосып араластыратын боламыз. Сол кезде қамырымыз піскен кезде жұп-жұмсақ болып шығады, үлпілдек болып. Осылай араластырып, кішкене басы бірігіп бастаған кезде сары майымызды қосамыз. Сары май бөлме температурасында болса жақсы. Осылай қолымызбен жұмсартып, қамыр илейміз. Сары май ерігенше кішкене араластырамын осылай. Осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырымызды жақсылап суала қылып, бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Bir жарым сағаттан соң қамырымыз көтеріліп, жұп-жұмсақ болып тұр. Енді оны бөліктерге бөлеміз. Алақанымыздың көмегімен осылай думалақтап шығамыз. Енді бетін жауып 20 минутқа тындырамыз. Минуттан соң қамырымызды ашып, жаямыз. Енді пышақпенен басын осылай кесіп шығамыз. Осылай дайын болды. Енді листке жайғастырамыз.
Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Екі 200 градуста 30 минутта осылай пісіп шығады. Жүп жұмсақ әдем болып піседі.